құрметті көрермендер, сіздермен бірге Салыбекова Бибігүл Есімханқызы. Еліміздің барлық білім мекемелерінде 1 қыркүйек білім күні мерекесі онлайн өтілуде. Дәл осы игі бастама бойынша еліміздің 3 мегаполисіне айналған Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Жүсіпбек Аймауытов атындағы номер 64 мектеп гимназиясы да жоғары деңгейде білім мерекесі тойлауда. Осы мерекенің онлайн деңгейде өтілуіне ата-ана да, оқушы да, ұстаздар да белсенді қатысуда. Сөзіміздің дәлелі ретінде 64 мектеп гимназиясының 7-ші Ә сынып оқушысы Абдулла Думанның өз ұстаздарын онлайн құттықтауын қабыл алды. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Мен Абдулла Думан, Жүсіпбек Аймауытов атындағы номер 64 мектеп гимназиясының 7-ші Ә сынып оқушысы. Сіздерді 1 қыркүйек білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өздеріңізге белгілі, елімізде болып жатқан індетке байланысты білім күнінде бір-бірімізбен қауыша алмауымыз өкінішті. Бірақ біз бұл індетке мойымай, қашықтықтан білім алуға дайынбыз. Қайда болсақ та, қай жерде болсақ та, біздің білім алуымызға ешкім және еш нәрседе қарсы бола алмайды. Құрметті менің ұстаздарым және сыныптастарым, сіздерді Қазақстан Республикасының Конституция күнімен және 1 қыркүйек білім күнімен құттықтай отырып, жаңа оқу жылына жаңа қадам басуларыңызға тілектеспін. Жаңа оқу жылы құтты болсын. Номер 64 мектеп гимназиясының оқушысы Абдулла Думан Сайдуллаұлы. Сіздің ізгі тілегіңіз бен шын ниетіңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Педагогтар қауымы, жаңа оқу жылымыз құтты болсын. Келесі кездескенше сау саламатта, аман есен жүздесе берейік.